Балалар, бүгін біз жаратылыстану пәнінен көлеңке театрын қалай жасайды тақырыбымен танысатын боламыз. Бүгінгі сабақтағы мақсатымыз көлеңкенің пайда болу себептері мен ерекшеліктерін түсіндіру. Бүгін сендер көлеңкені қалай жасауға болатынын білесіңдер. Көлеңке театрын жасап үйренесіңдер. Көлеңке дегеніміз жарық көзіне қарама-қарсы жақта пайда болатын қараңғы аймақ екенін өткен сабақта білдіңдер. Көлеңке театрын ежелгі адамдар ойлап тапқан. Олар аңнан қайтып, от басына жиналғанда өз қимылдарын түрлі бейнелерді байқаған. Көлеңке театры Қытай мен Үндістанда кеңінен танымал болған екен. Көлеңке жақсы көріну үшін бөлмені қараңғылау керек. Сонда көлеңке анық болады. Бөлме жартылай қараңғы болса, көлеңке бұлыңғыр болады. Жарыққа жақындаған сайын көлеңке үлкейеді, алыстаған сайын көлеңке кішірейеді. Мына суретте шалқан ертегісі екенін көріп тұрмыз. Театр шынайы көріну үшін шалқанның орналасуы дұрыс болып тұр ма? Дұрыс болмаса, неліктен ол жарыққа қалай орналасқан? Оны қалай дұрыс орналастыруға болады? Балалар, біз көлеңке театрын қолымыздан қалай жасауға болатыны жөнінде видео тамашалап алайық. Балалар, біз де дәл осылай өзіміздің үйімізде бар заттар арқылы көлеңке театрын жасай алады екенбіз.